Қаңтар мен шілде аралығындағы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кеңес барысында айтылды. Даму қарқынын облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Рузия Айдашева баяндады. 2016 жылдың 1 тамызындағы көрсеткіштер өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда әсіресе ауыл шаруашылығы саласында 2%-ға жоғары екені байқалған. Құрылыс жұмыстарының қарқыны да төмен емес. Жарты жылдықта 248 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Ал өңірдің өнеркәсіп өндірісінің көлемі 659 миллиард теңгені құрады. Дегенмен инвестиция тартуда кенже қалғанымыз айтылды. Бердібек Сапарбаев инфляция деңгейін тұрақтандыру және бағаның негізсіз өсімін болдырмауға қатысты нақты тапсырмалар берді. Сондай-ақ ең негізгі мәселе мектеп оқу жылына дайындыққа тоқталды. Өңір басшысы Түлек КЗ және туған жерге тағзым акциялары арқылы облыс мектептеріне ауылдардың әлеуметтік әлеуетін көтеруге мүмкіндік жасау керек деп тапсырды. Жаңағы Түлек КЗ, содан кейін жаңағы туған жерге тағзым акциясымен онымен де айланысыңдар. Азаматтар жеткілікті, тек қана олармен жұмыс істеу керек. Мектептің директоры жұмыс істеу керек. Аудандық оқу бөлімінің басшылары жұмыс істеу керек. Оны облыстық оқу басқармасы қадағалау керек, ұйымдастыру керек. Ол сонда нәтиже болады. Сондай-ақ облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қаладағы жөнделіп жатқан бірқатар нысандардың жұмысын көрді. Оның ішінде білім беру ұйымдары, көп салалы кешен, суағарлар және автокөлік жолдарындағы жұмыстар өңір басшысының назарынан тыс қалмады. Облыс әкімі алдымен әуе қалашығындағы нөмірі 29 орта мектепке барды. 620 орынға шақталған мектепте қазіргі күні 1000-нан астам бала 3 ауысыммен оқып жатыр. Бұл мектептің орнында бұрын әскери бөлім штабы болған. Аумақтағы ескі гаражды алып тастап, орнына спорт залы салынатын туралы жоспарды естіген Бердібек Сапарбаев өз ұсынысын білдірді. Туда будет, наверное, дополнение. Қала әкімі айта жатар, бұл жерге тек спорт зал ғана емес, асхана және бірнеше класс бөлмесінде қосымша салу керек. Бұдан соң облыс әкімі бұрынғы Селмаш зауытының корпустарының бірін көрді. Мұнда болашақта бизнес жобалар алаңы салынады деп жоспарланған. Одан соң 12-ші шағын аудандағы Айгерім балабақшасындағы және оқушылар сарайындағы күрделі жөндеудің барысымен танысты. Барлық жұмыстан сапаны және мерзімінде аяқтауды талап ету керектігін айтты. Ағаштардың бәрін жөндеу керек, су қоймалардың бәрін кесу керек, мусордың барлығын тазалау керек, ананың бояйтын бәрін бояу керек. Сондай-ақ облыс әкімі Сәңкібай Батыр даңғылындағы көп салалы кешеннің құрылысын да көрді. Ал 101-ші атқыштар бригадасында салынып жатқан жолдың және суағарлар құрылысының сапасына назар аударды. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.